Достар, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгін біздің жеткізу және эконом тарифтерінде Яндекс Таксида жұмыс істеп, кешкі жақын сіздерге тапқан табысымды көрсететін боламын. Достар, бүгін мынандай бір тактикамен де азанда таңертең максимальный КФТРді, геозона дейді ғой, УЖ дейді ғой, солардың бәрін ұстап максимальный бір табыс көзін көтеремін азанда. Сосын коэффициенттер өшкен кезде барып арзан линияға шықтым. Мен бір кірдім тәуелсіздік, қазір Sultanмешіт жағында зонаға кірдім, 1700 теңге екен. Бірінші заказ 1150 мен коэффициентпен түсіп жатыр. Неден түсті? Қошқарбаева Хайвелдан түсті. Ана бармыз бе, кофе бум деген Қошқарбаева тәуелсіздік қиылысында. Содан түсті заказ. Қазір көрсететін боламын. Сонымен тактикам қандай? Мен бірінші экономнан максимальный табыс көзін табамын. Содан не жанған кезде, өшкен кезде коэффициенттер жеткізу тарифіне ауысатын боламын. Өйткені по максималке дейді ғой, мысалы қазір азаннан 1000 теңгеден төмен заказ болмайды, 1500 теңгеден төмен заказ болмайды. Сонымен жеткізу тарифіне ауысқан кезде 1200 теңгеден төмен заказ болмайды. Сонымен табыс көзі көп деп ойлаймын. Сондықтан аяғына дейін осы бейнероликті көріңіздер, қалай болатын екен. Осы тактика егерде ұнап жатса өздеріңіз көріңіздер, қандай парктерде жұмыс істеу керек екенін, қай уақытта шығу керек бәрі ақпарат осы бейнероликте болады. Сол менің тактикамды көрейік, аяғына дейін көріңіздер, қанша табамын кешке жақын. Не достар, бірінші емес, екінші тапсырысым мына Қошқарбаева Хайвелдан. Яғни кофе бум дегеннен түсті ғой заказ. 1150 мен коэффициентпен түсті. Қай жаққа баратынымызды білмеймін. Достар, бір заказ орындап едім, енді арзандық заказ. Азанда неде үйден шыққан кезде линияда болмап едім, білмеймін, Байқаусыздан шығып кеткен болу керек линиядан. Не көрдіңіздер? Бірінші заказ өте арзан болды, бір 20 минут орындадым ғой пробкада. Сондықтан негізі қазірден бастап есептеуге болады. Бензиннен қалды, қазір біраз ақша істеген соң заправкаға барамыз. Так, бәрін километраж бәрін обнулять етейік. Қанша километр жүрген, қанша уақыт машина қосылып тұрғанына. 11 градус екен бүгін, 0-ге қойдым және уақытын, енді міне поездканы 0-ге қоямын километражымды. Көрейік қанша километр жүргенімді. Осы міне достар, аяғына дейін көріңіздер. Бірінші тапсырыспен апарайын. 8 километр жүріппін, 18 километр. 1 сағат 14 минут. Қазір светофордан неге заправкаға бар жатырмын. Заправкаға 3 заказ орындадым, бәрі наличкамен болды. Баланс минусқа кетіп қалды. 3 тапсырысқа достар 3870 теңге шықты. 2,5 теңге бердім, 2,5 теңгеге бензин құятын боламын. Сосын достар, жаңа байқамай ДТП-ға ұшырай жаздадым. Медленно моргает дейді ғой, орысша. Көзімді жұмып ашып қалған кезде алдымда Toyota RAV4 тұр ғой. Тормозды басып үлгердім. Кешке жатқаныма байланысты ма, кешке ұйқым кеп жол бойы. Ұзақ поездкалар болды да, 25-30 минуттан. Жолда пробка болып, ұйқым кеп. Негізі ұйқыны қандырып шығу керек. Достар, жолда абайлаңыздар. Ондай бір ДТП болған, мен ұйықта кетіп, светофорда Renault Logan, Renault Duster'дың көтіне кіргем. Двухсторонний страховка, менде страховкам, обязательный страховка, Евразия страховкасы ма, Евразия 36. Сол Renault Duster жөндеп берген, ақшасын шығарып берген. Менің каска страховкам, мен не прав болсам да, менің машинама оценка жасап, бағында ақша төлеп берді. Сондай двухсторонний бір жақсысы, сіздерге, сіз виноват болсаңыздар да, сіз машинаңызды жөндеп береді. Сосын машинаңыз жай далада тұрып біреу қағып нетіп сызып кетсе, оған да төленеді. Сондай жағдай. Достар, Max Mart магазиніне келдім, өз үйім жағында. 3872 теңге. Енді осы уақытта негізі көп табуға болушы еді. Бүгін кеш шықтым мен. Достар, қарап отырсаңыздар, 25 күні мысалы азанда 5 тапсырысқа 7415 теңге тапқым. Қазір тура сол бірдей уақытта, кішкене ертерек шыққам мен. Бүгін мен кеш шықтым, сондықтан да осындай табыс. Енді роликті жаза бастадым, көреміз қанша табатынымызды. Енді біз осындай такси колеса паркындамын. Енді мен колеса доставка деген паркке ауысамын. Колеса доставка паркіне ауысамын. И осыдан бастап. Бір жақсы маған не берген? Цель, мақсат дейді ғой. Ол мұнда да көрсетіледі, и неде де көрсетіледі. Қазір бәрі загрузка болсын. Мен барып пока кофе алып келейін, сосын сіздерге көрсетемін. Достар, мен Max Mart магазиннен осындай мен кофе алдым. Пакетигі 100 теңге тұрады. 100 теңге пакетик тұрады. Осындайдан 2 пакетик алдым. На жаңағы стаканчик бумажный крышкасымен 70 теңге тұрады. Сонымен 270 теңгеге двойной кофе іштім. И мына магазинде не бар? Чайник бар, кипяток, яғни қайнаған суды құйып алуға болады.
осындай міне круглосуточный жұмыс істейді, тәулік бойы 24 сағат. Түнде осы аймақта жүрсеңіздер, районда таксовайттап, осыған кіріп шығып кофе алуыңызға болады. Енді заправкадан 700 теңгеге, 800 теңгеге кофе алғанша осындай бір арзанырақ үнемдеп кофе алуға болады. Лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Достар, мында 10 приоритет мен өйткені медицинский книжкаға және термокорпқа приоритет 4-еу қосылып тұр. И мында достар қараңыздар, зона 1200 теңгеден басталады, бүкіл қала жанады. Сонымен осындай бір не бар. Менің тактикам. И маған берген цель, достар, міне қараңыздар. Цель жаңағы 98 тапсырысқа 25 000 теңге береміз дейді 1 майға дейін. И бұған эконом, комфорт, минивэн, доставка және курьер тарифтер кіреді. И өзінің доставкасын күніге берілетін цельдер бар. Бүгін енді 12 тапсырыс 1800 теңге алатын шығармыз. Мүмкін 20-да үлгеретін шығармыз. Көреміз. Кешкі сағат 9:54 кетті. Кешкі сағат 6-дан 20 кеткенде менде таксида геозона бар жанады. Сол кезде шығамын. Коэффициенттермен таксида жұмыс істеймін. Қазір 5-ке дейін қанша табуға болады екен. Баяғы міне километражымыз қарайық. Міне 1 сағат 38 минут кетті. Мен линияға шыққаныма, жұмыс істеп жатқаныма 9-дан 55 кетті. Желіге шығайық, линияға. Тапсырыс күтейік, кофемізді ішейік. Осылай не достар, таксида қазір арзандық заказдар болады. 380 теңге, 400 теңге, 500 теңге деген. 1200-ден доставка тасымаймыз ба? Кем дегенде, аз дегенде 1200 теңге болады. Тапсырыс күтіп. Тапсырыс түскен кезде айтайын қандай тапсырыс түскен. Солай де. Коэффициенттер жана бастады мен. Коэффициенттер жана бастады. Мұннан 1200-ге дейін доставкада коэффициенттер. Кеше 26 апрельде 6 тапсырыс жасадым, 7000 теңге таптым. Доставка, курьер тарифтер ғана қосылып тұр. Как раз мен достар активность көп достар 91 бастаған кезде 88 болған. Кеше активность түсіріп алып едім байқаусыздан. И азанда сондай конечный точканы көрмей, сондай заказдарды орындадым. 3 заказ. Содан таңертеңгі табысым кішкентай болып тұр, аздау. Жұмысқа енді кірісіп жатырмын. Ауырдым, сырқадым, отбасылық жағдайлар болды. Сол айтарым осы. Күтейік тапсырыс. Тапсырыс түсіп отыр, тариф доставка дейді, от двери до двери. Қабылдадық. Мына көрші ғой, көрші ар жағынан. 10:01 кетті, көп күткен жоқпын. На месте басталайық тұрған жерінде. И конечный точканы көреміз, қайда баратынымызды. Барамыз біз 38 көшеге, нарада жап-жақын тиіп тұрған жерге барамыз. 1200 теңгемізді аламыз дейсің ғой. Кет, мына жерден кіремін, қазір барып алып кетемін. Достар, 41 минут кетті бұл тапсырысқа. Мына тапсырыс қысқа болғанымен келгенім 5 минутта келе қалдым жаңағы жерден. Бағасы міне 680 теңге. Бұның платный ожиданиясы бар, өйткені прачечный екен жаңағы үйден. Сол кісісі келмей, сол прачечныйдың алдында бір 30 минуттай күтіп тұрдым мен ол кісіні. Отмена берейін деп едім, сол мен бермедім. Енді 40 минуттық емес шығар, 40 минутта 1200 теңге деген. Аз көрейік. 1040 теңге төлеп берді, жаңағы платный ожиданиясы бар. 360 теңге платный ожидание. Сондай достар, міне енді маған төлеп береді 160 теңге. 160 теңге Яндекс төлеп береді. Қарайық, мен кірейік заказға. Бірінші заказымыз 1036 теңге таза, 1200 теңге мен гарантиямен. Қандай әдемі дейсің ғой. Міне достар, кешегі мысалы 1200, 1200, 1500, мыңнан төмен заказ болмайды ғой, мыңнан төмен заказ болмайды. Азанда таксида 1000 жарымнан төмен заказ болмайды. Күндіз надан 1200-ден төмен заказ болмайды. Сонымен жақсы табыс табуға болады осындай тактикамен. Азанда кешке таксиді ұрып, күндізгі уақытта доставканы қылу керек. Жаңа сіздерге мен көрсетіп кеткендей міне заказында түсіп жатыр. Тағы коэффициент 150 минут берді. Жилой комплекс Новосити, бірінші подъезд, екінші этаж, бірінші квартира дейді. Барак енді. 2 минуттың ішінде жетіп келдім ғой, бином мектебі мына үй ғой. На месте басайық. На месте бастық. Жаңағы бірінші этаж, бірінші квартира дейді ғой. Бірінші подъезд, өзінің үйде бірақ подъезд негізі ше. Бір подъезд. Екінші этаж. Баратын жеріміз. Маңдай келіп отырды,
екінші этажда бірінші класс. Ассалаумағалейкум дейсің ба? Достар, осындай торт аккуратно довести дейді ғой. Айқын керемет. Жеп қойсам ғой қазір. Үйден жоға бет болды ғой. Осы лифтпен келдім ба, осы лифтпен қайт дейді ғой өте. Лифт күткен жөн. Лестницамен түсесің өзі. Торттың бұрышымен басайық. Ашқылайын. Аккуратно дейді ғой, аккуратно. Осылай қояйық. Осылай жүре берейсің. Есікті ашайық. Кепкім түсқапты ғой мен кепкім. Ойбай, сондай кепкім мен. Так, жерге қояйық оны. Қозғамайды deyық. Аккуратно десе, аккуратно дейсің ғой. Опа, опа. Поехали, посылка получена, готова дейсің. Баратын жеріміз 4 километр 10 минут. Бағасы жаңа 9 теңге Каспий қалда жүреді. Болып кеткен. Көрдіңіздер ме достар? 4 минутта барып, кіріп алып шықтым. Анысына клиенттерді таксида 4 минуттан көп күтесің. Шыққанша. Банан сатып алдым жаңа магазинде кофе алған кезде. Қарны ашқан кезде жеймін деп. Қарным ашып кетті. Сағат 10-дан 50 кетті. 50 минут бұрын кофе ішіп едім. Кеттік достар, лайк басып, комментарий пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Не жазам деп білмей отырсыңыздар, ас болсын деп жаза салыңыздар. Маған өте үлкен мотивация болады. Бейнеролигімді ары қарай YouTube біз сияқты адамдарға көрсетеді. Біз көп боламыз. Сол айтарым. Білмеймін, бүгін сондай бір настроение, әңгіме сондай болып отыр енді. Ренжімеңіздер. Дайындалып жатырмын. Алдыда жақсы роликтар түсіремін. Сол лайк. Кеттік ары қарай. Аяғына дейін көріңіздер қанша табады екен. Қара машинаны қараңыздаршы. Саната ғой деймін. Комфорт плюс қой деймін бизнесіме, бірақ осындай бір келешекте бір Camry 70 па, Hyundai Sonatаны алып, бизнес тарифта жүріп, автобустың полосына наклейкасы көрдіңіздер ме, көп емес. Андай разукрашенный болмайды да машинаны. Ала мынандай қара, либо ақ, кішкентай ғана бір наклейкасы бар, номерімен не бұл Астана такси деп жазылып тұрады. Болды. Сөйтіп пробкаға тұрмай автобустың полосымен бизнес тарифті тасымаймыз ба? Сондай бір ой бар, соған жету керек па деп жүрмін. Сол мен Астанамыз. Тағы бір не деп айтайын. Содан осы YouTube арнада просмотры аз, подписчигім көп деген сұрақтар туындауы мүмкін сіздерде. Қазір соның бәрін айтып берейін. Бара жатырмыз. Опа. Жақындап қалдық та. 2 минут 32 секунд өтті келе жатқаныма. Уже жетіп қойыппын мәңгілікке 33-ке. Не деген жылдам дейсің ғой? Жаңа бір 2 минутта бардым, 4 минутта кіріп алдым, 6 минут па? Келгеніме 3 минут болды не? 9 минут па? Қазір кіріп шыққаным тағы 4 минут дейсаш. 13 минутта 1200 теңге доставкада. Таксида қалай ғой? Таксимен салыстырып кетті. Бірақ таксида да жылдамдар көп апаратын ақшасы аз заказдар, доставкада негізі ше. Екеуі негізі табысы байдан тек қана таксида істесең, тек қана доставкада істесең, жуық мөлшері табыстарымыз бірдей болады. Ешқандай артықшылықтары жоқ. Андай негізі тек қана айырмашылығы мынада қоятын орын жоқ. Нешінші подъезд? 6-шы подъезд мына жақта. Мына мекен-жайды білгендіктен кішкене опыт бар дейсің ғой, мына жақтан машинаны қалтыру керек екен. Қазір ары қарай жалғастырамын. Апарып беріп келейін. Достар, жаңағы тапсырдым. И еще ұмытып кеттіппін, завершить деп басуға, үйге қарай асығып кеттім. Үйдің қасы болған жақсы болар еді. Жақсы болды ғой, үйдің қасында болған. Ішім өтіп кетті, ішім қатты ауырды. Үйге қарай асығып заказды завершать еткенге ұмытып кеттіппін. Соны үйде отырған кезде, өз ісімді істеп отырған кезде техподдержкаға жазғам, осы ұмытып кеттіппін. Завершать еткенге завершать етіңіз деп, сол бір 10 минут ішінде завершать етіп берді. Жазды ана, клиент подтвердил, что вы отдали посылку деп. Соны үйден шықтым міне, Сағат 11-ден 36 кетті. Заказ түсті. 500 коэффициентпен заказ түсті. ВОК Лагман, Улдава 40, Новоситидан. Камал үшке апарамыз. Қысқа заказ, плюс 500 коэффициентпен. Сонымен бір 1200-ден аспайтын шығар, білмеймін.
мүмкін асып кетер. Айтып 1200 теңгем стабильно аламын. 3-ші заказыма кеттім, 3-ші тапсырысыма жеткізу тарифінде. Жаңа не айтып жатыр едім? Неге подписчиктерім байланбай 40-46 мың видеоның просмотры бар аз. Өйткені осы арнамды орыс тілінде бастағам, орыс тілінде жүргізгем, кішкене тақырыптан сай емес бір бейнероликтер салып едім, содан бір жақсы подписчиктер жиналды. Сонымен еще қазақ тілінде жүргізе бастадым. Осы арнамды тек қана қазақ тілінде, содан көп қарамайды. Сондықтан кішкене просмотрлар аз болып жатыр. Осы себептен енді кішкене YouTube өзінің алгоритмдерін өзгерту керек. Целевой аудитория дейді, соған көрсету керек бейнероликтерімді. Сондықтан лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып отырыңыз ағайын. Қазақша контент, қазақша каналды қолдап жіберіңіздер. Сосын тағы бір не бар еще YouTube'да. Бейнероликіңді мықтылап түсіресің, алдын ала бәрін жақсы локацияда, бір 2-3 күн сапалы бір не монтаж жасап, бейнероликті салсаң просмотр аз жинайды. Соны бір бейнероликті асығыс бір түсіре саласың да, монтажға уақыт көп кетірмей, сондай бір бейнеролик салсаң просмотр көп жинап кетеді, сондай бір несі бар. Білмеймін неге. Мүмкін жеткізетін мазмұны да шығар сіздерге. Содан мен сондай бір ой тұжырымға келдім. Бейнероликтерде тек қана бір сапасы болмаса да музыкамен эффекті болады емес пе, андай күшті шоу сияқты. Енді ондай қызықты болады ролик, бірақ енді ішінде мазмұнда мағынасы, пайдасы болмаса сондай бір просмотр жинамайды ғой деймін. Сондықтан менің бейнероликтерімде сапасы, качество видео дейді ғой, монтажы кішкене сапасы төмен болса да, мен бір пайдалы, тиімді, қажетті осы саладағы такси саласында, жеткізу саласында, Яндексте, Индрайверде апару, қазақ такси шықты, солардың бәрін бейнероликтер түсіремін. Сонда сіздерге тек қана андай қанша таптым осыншама сағат жұмыс істедім емес, енді бір жақсы бір пайдалы ақпарат жеткізіп отырамын бейнероликтерім. Сол үшін тіркеліп қойыңыздар. Және де осы бейнеролик түсіріп отырмын, ол да бір пайдалы деп ойлаймын. Өйткені мұнда мен эконом тарифында жұмыс істедім азанда, қазір жеткізу тарифында жұмыс істеп жатырмын. Енді қандай табыс табады екен енді сіздерге? Мысалы, біреу тек қана экономда таксида жұмыс істеп, мен жеткізудің көрейінші деп осындай бір әдіс қолданып жатыр. Или біреу тек қана жеткізуде жұмыс істеп жүреді, сағат 9-10-дарда шығып, кешке қайтып. Енді қазанда мүмкін таксиға шығатын болатын шығар. Таксида бір 6-7 мың теңге табуға болады азанда. Қазір енді 3800 теңге таптым. Кешкі жақын бар. Кеш шықтым бүгін. Негізі ертерек шықса сондай осындай жұмыс тактикасы пайдалы ма екен, айлық қанша табыс табады екен, қанша километр жүремін, соның бәрі шығыным, сол бәрі пайдалы ақпарат деп ойлаймын. Ертең сіз енді жайдан жай қарап отырған жоқсыз, өзіңіз жұмысыңызды жақсарту үшін, табысыңызды ұлғайту үшін, көтеру үшін осы бейнероликті көріп отырсыз, осы тактиканы байқап отырсыз, қай уақытта мен шықтым, қай уақытта азанда шықтым, қанша тапсырыс орындадым. Осының бәрі пайдалы ақпарат деп ойлаймын мен. Сондықтан аяғына дейін көріңіздер, достар, осындай жағдай. Бірге болыңыздар ағайын. 11-ден 40 кеткенде влог вағман ба, дұрыс айттым ба, влог вағманға келіп едім. Мен 40 кеткенде сонда 34 минут болды не? Бірақ заказымда келдім. 34 минут кетті. 7-ші подъезд, 8-ші этаж дейді, 222-ші квартира дейді. И достар, 7-ші подъезд. Жоқ, ойбай, қатесіп кеттім. 6 болса, мынау подъезд емес, подъездіміз әне тұр. Ана елкінің ар жағында тұр 7 деген сан. Міне сол жап жақын тиіп тұрған жер, қазір барам да берем. Сол ғой. Осындай жағдай дейсің ғой, на месте басқа ұмытып кетіппін. 35-40 минуттен қайтадан. 3-ші заказым 40 минут қалды. 2-ші заказым 13 минут болды. 1-ші заказым тоже 41 минут болды. Осылай жеткізуде де қадалып қалатын заказдар болады, көп уақыт тез жылдам апарып тастайтын тапсырыстар болады. Сондықтан да таксида да жеткізуде де сондай. Таксида пробкаға тұрып қаласың, клиент шықпай қалады. Осы жағдай. Ой, қандай суық, керемет машина, кондиционер қосылып тұр. Так, тапсырысын орындадық. 1360 теңге, ожидание 300 теңге дейді достар. Жаңағы вагонда күттіріп қойып еді мені, тамақ дайын болмай. Орындадық, сағат 10-нан 20 кетті. Тағы 3 заказға 3324 теңге таптық. Жаңа таксиміз бар, 3800, сонымен 7000 теңге қалтада дейсің ғой. Талтанда дейсің. 12.20 активность көтеру керек геозонаға дейін. Не, осы айда 4854 балл жинаппын. Енді 3200 керек, 3200 жинайтын шығармыз. Келесі айға золото керек, золото хотя бы. Шаршадым мен статуссыз жұмыс істеп. Осылай.
бағана басында көрсетіп едім, бірақ айтуға ұмытып кеттім. Міне достар, мына бүгінгі жиналып жатыр, күнде беріледі өзі. Міне 20 тапсырыс орындасам 5000 теңге бонус доставкада. Мынау маған персональный цель берді, міне 31 істедім, енді қалғаны 67 заказ қалды, 67 заказ істейтін шығармыз. Енді бір жақсысы, таксида да істейсің, мынау көтеріле береді, доставкаға басқа парк қауіпсізде доставка істесең, бұл көтеріле береді. Өйткені мұнда эконом, комфорт, доставка бәрі тарифтер қосылған. Сонымен бағана көрдіңіздер, жаңағы мен доставкаларымды істедім, солар міне есептеліп кетті. Міне доставкамда осыған есептеліп жатыр. Таксиға ауыссам да ана басқа паркке мынау да көтеріле береді. Сол бірінші майда 25 мың теңгеге байитын боламыз, бұйыртса. 6 минут болды, заказ жоқ, күтіп отырмын, линияда тұрмын міне. И қарап отырсам, көлік жуу деген бар екен мұнда. Мына Камал 3 қой келген, жаңағы тапсырыс берген жерім, 7-ші подъезд. Сонда мұнда Камал қазір ішіне кіріп, бағасын көрейік, қандай екен бағалары. Достар, өздеріңіз көрдіңіздер, 5 бокс бар екен, 5 бокс бағаларын өзім түсірдім, бағалар көрдім жаңа 3300 теңге қойдым. Осындай міне. Мойка бар осы жерде. Мойка бір іздеп қалатын уақыттар болады ғой, таба алмай. Жақын жерде. Осы районда жүрсеңіздер, мына Арнау, Камал жақтарда. Міне ол Камал үшін қасында автомойка бар екен. Заказ 900 метр дейді. 11 минут күттім заказымды. 11 минут күттім. Арт жақтан берді заказ. Тоже осы районнан. Қайда барамыз, көрмеймін. Арнау 6-дан. Бірінші подъезд, 4-ші этаж, 10-ші квартира дейді. Осы район Арнау 6, Арнау, Камал дегендер. Қиын қатты жақсы айтайын ба неге достар? Өйткені міне подъезд тұр, дәл подъездің алдына парковаться еттім. Мынандай мен монтоварка беріп жіберді. Ё-моё. Монтоварка коробкасының иісінен жүрегім айнып жатыр. Есікті аша алмай жатыр, ё-моё. Бір жағынан видеоға түсіріп, бір жағынан монтоварканы ұстап, есікті қалай ашамыз? Осы міне, доставкада. Монтоварканы беріп жіберетін адамдар бар. Иісін-ай. Монтоварканы жумаған ба? Жумай қоя салған ғой, сасып жатыр. Тұйып-тігідік. Ей, ё-моё. Ой. Сағат 31 минут болды, общий уақытым менің 27 градус далада. 114 километр жүрдім, 560 теңге. 560 теңге алдым. Сонымен заправка бар жатырмын. 18:20-да геозона жанады уже. Соған шығамыз таксиға. И қазір заправкаға жетіп алайын, барып или қазір мен как раз тұрмын пробкада. Айта берейін, көрсете берейін сіздерге. Так, міне достар, жеткізуді орындадық. Так, 12 тапсырыс орындадым, 13.282 теңге таптым. Бұның бонусы бар достар. Бұның бонусы бар. Міне нарада. 1800 теңге бонус алам ертең. Сонымен 15 мың теңге таптым ғой, 15 мың теңге. Мына 114-тен 18% қана аламыз. Мына жігітке жол бердік, сұрап еді. Бүйтіп басын инки қалып еді. Давай дедім, басын инки қалдым да. Рахметін айтқан жағын. Кетіп бара жатыр бе? Тәрбиесіз деп. Тук сонымен. Так, міне, и мынаған 40%-қа қосылды. Мынау енді такси, барлық тарифтер жаңағыдай айтқандай кетіп жатыр. Осындай міне. 15 мың теңге таптым, 3 мың теңгем таксида бар, 18 мың теңге қалтада. Жаңа бензин жанып қалып, заправкаға жатырмын. 2 жарым бензин қойғам, сол 95 қойғам ғой, 114 километр емес, 96 километр ғой. 96 километрға жетті 2 жарым теңгемен. Сол 2 жарым алып тастасақ, 15 мың теңге таптым ғой, таза. Қазір тағы да бензин құямыз 2 жарымға. Сонымен жоқ, осындай болған мен бастаған кезде. Так что таза 15 мың тауып тұрмын ғой қазір. Так, паркты ауыстырамыз енді. Колеса Астана выбрать этот парк. Азанда негізі 7-8 мың табуға болады. Енді көрем қазір геозонаның бәрін таксида орындаймын, 5-6 заказға тағы да. Көрем 7 мың теңге таксида табамын, сонымен на аккаунтты 10 мың теңгемен жабамын бүгін. Міне, бір 6200 теңге табу керек осыған. И қайтадан аккаунтымды 20%-ға толтырамын ғой деймін доставканы. Көреміз қалай болады. Аяғына дейін ролик көріңіздер. Бензин құйын. Қараңыз, на зона. Мен қазір на зона 1600 теңгеден шығам. 1900 надан наматтан заправка жасайсақ, осы жерден шыға саламыз ба линияға. Чем на Улдаваның заправкасына барып, 1600 теңгеліктен шыққанша линияға. Сөйтейік, қазір тура жүріп кетейік те осы жерден. Намат заправкасына барып заправка жасайық та наматтан міне. И осы жерден линияға шығамыз. 1900 теңге мұнда гарантийка. Мен жаңағы 40%-қа мұнда есептеліп тұр, көрдіңіз ба, таксида доставканы істесем де осындай
25 мың теңге аламыз ғой 1 майда. 1 мамыр күні жұмыс істемеймін, 25 мың теңгені аламын дем алып жатамын дейсің ғой. Жарайды, кеттік, намаз заправкасына баратын болдық. Осы зонада шығамыз қазір, сағат 18:20-да 8 минуттан кейін. Достар, мен Наматоя заправкасына келдім, бензин жасап алдым, 116 км пробег болды, 2 км екен, мына жаққа дейін келдім. Так, міне сағат 18:24, мен тосып звондап, сонымен айланып қалдым, сонымен телефонмен сөйлесіп. Линияға шығамыз. Активность, достар, 100 көтеріп алдым активность, енді активностьтың арқасында бір заказдар, жақсы бір ыңғайлы заказ күтеміз енді. Қысқа заказ керек бізге. Мұнда 1800 дейді ғой, бағана 1900 деп көрсетеді ғой маған келген кезде. Өзгеріп кетеді екен, өзі бір бәлесі бар екен. Көрейік міне, 820-дан 850-ге дейін, 1800-ден 850-ден мынау 1400 болып қалады екен, мынау 1900. Мына үлкен зона көрдіңіз бе, мына ішінде жүре беруге болады. Сағат 9:20-дан жырын екен, 2300-ден болады. Мынау 2200, мынау 2200. Соны 1950-ден 750-ден 820-ға дейін, мыналар 2000, мынау 2200, мынау 1800. Осындай мыналарды ұстап алу керек. Осындайдан 4-5 ұстасам болды ғой, 10 мың теңге ғой табысын 2 сағатта. Конкуренция бешеный ғой дейме, заказ түспей жатыр, жоқ заказ. Таксида осындай болады екен, коэффициенттер не болып жатыр. Коэффициенттерді ақын жанып тұр екен. Сол заказ күтейік, сосын қосылам. Мен мынандай заказ түсіп жатыр. Сауран 18-ден Бейімбет Майлинаға. Юго-восток жақта ондай зонада дым жоқ қой. Дым жоқ ондай зона. Дым жоқ ондай зона. Ондай заказ кер жоқ бір. Осы жерден бір мегаға дейін, неге дейін, хан шатыр деймін ғой, пробка отырып қаламыз туранда. Мегаға дейін, экспоға дейін бір қысқа заказдар болса, туда обратно деп орындайсың. Органик, улица Сауран 18/1 дейді. Мынау артында ғана үйлер ғой. Ане бір үйлерден ғой, заказ түсіп жатқан. Көреген. Доступ в интернет возобновлен. Заказ отменен. Заказ отменен дейді, активность. Активность. -6 дейді ғой анау. Не үшін? Жаным ау, қарағым ау. Мынау қандай заказ болды еді? 0 дейді. Битеміз онда, достар. Қаламыз да. Қайда? Домой дейміз да. Поехали дейміз. Болды. Осындай енді. 18:27. 6 заказ осымен орындаймыз. Тиіп қашып. Мұнда да не бар? Жаңағы зоналар жатта болдық қой, қай жерде екен. Мұнда не бар? Линиядан заказ қабылдаған соң линиядан шығып кетеміз де, соны мысалы апарамыз ғой. Мына жаққа қарай апардық па бір жерге. Сонда 3 километрден аз болып қалады, соны мынау домой деген өшіп қалады ғой. Вы находитесь вблизи точки деп и сонда өшіп қалады ғой. А егер сіз линияда болмасаңыз, линиядан шығып кетсеңіз, ол сол өшпейді. Сол ары қарай 3 километрден ары кетіп қаласыз да, қайтадан линияға шығасыз да, сізге қайтадан сол бағытта тапсырыс іздейді. Сонымен сол максимально 80-90 минутта осылай қолдануға болады. Бірақ көрдіңіз, менде приоритет аздау болып тұр, статуста жоқ. Егер де приоритет, брендинг, не барлықтарын күшті қылып істеп тастасам, осы жақсы, осыны пайдалануға болады, осындай лайфхакты. Міне достар, 18:30 келіп жатыр бізге заказ. Керей Жанбек 12А дейді. Қабылдадық. Коэффициентсіз, ештеңкесіз. Мынау не ғой? Анау ғой, анау жерден беріп тұр ғой заказды. Кеттік енді. 13 минутта келдім. Тапсырысымды аяқтаймын. 790 теңге. 1900 теңге Яндекс төлеп береді. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. 5 жұлдыз қоя салайық пассажирға. Көрдіңіз бе, үйге дейін 3-6 километр, бірақ 3-тен төмен болса, мынау шығып кетуші еді, бірақ осылай линиядан шығып қойсаңыз, линиядан, сонда мынау слетать етпейді, әлі 71 минут осылай. Енді приблизительно мега жаққа қарай барамын, ана Сауран 42-де зона. И сорадан линияға шығамын. Мен өзі Түркістан 34-те тұрсам да, осы кеше ғана ауыстырғам. Неге? УДП больницасының артындағы үйлерге барып соған қойып қойғам. Путь домой, осындай бір. Осы Манайда, экспо жақта осындай геозоналарды орындау үшін, геозонадағы тапсырыстарды. Қазір кеттік мега жаққа қарай. Мегаға қарай емес, Сауран 42-ге барамын, есіме түсті, 1400 теңге жанып тұр ғой сол жерде. Еще 1400 теңге и заказ көп күтіп қалуы мүмкін. Бір ретте сорада вообще заказ түспей қойған маған. Енді мен не болса сол болсын, не жаққа қайтадан сол Намат заправка жаққа қарай кеттім. Ақмешіт жақтан Орынбордан неге бұрыламын, Керей Жанбектен, Түркістаннан Орынборға бұрыламын, Орынбор мен Ақмешітке дейін жетемін де, сорадан линияға шығамын. Бір осындай заказ сорадан қабылдайтын болғанмын. Достар, Сауранға бұрып жатырмын, Орынбордан линияға шығамыз. Және мұнда екінші аккаунтым бар еді, досым атында, Нұржан деген досым атынан. Соған кіріп геозоналарды қадағалайын деп. Домоймен жүрсең зонаны көруге болмайды. Ал былайынан негізі лайфхак бар менде. Егер де активный бір заказ тапсырысты орындап келе жатып, зонаны көруге болатындай. Кейін айтамын сондай бір жағдай келген кезде. Так, бұл линияға шықтық, заказ күтеміз. Достар, екінші аккаунтпен зонада тұрғанды көруге болады. Мен зонада тұрмын. Досымда 2090 теңге, бізде жаңа кішкене азырақ болды ғой, 1900 теңге. Әркімде әрқалай, әр уақытта жанады. Бірақ зонаның несі бәрі бірдей, территориясы. Мына жақта 1540 теңге, менде 1400 теңге болатын. Мега жақтағы. Сол не кірдік, енді нардан заказ күтіп отырмыз, линиядамыз, бәрі дұрыс істеп тұр.
бізге заказды сол бір направлениеде іздеп жатыр ғой. Мына жақта көріп отырсаңыздар коэффициенттер жанбай тұр, өйткені көп водительдер осында тұр. Енді 200 коэффициентпен сығанақ 58-ден заказ түсіп отыр. Кеттік. Екінші заказымыз 1900 теңге сағат 19:05. Мына жындыларды қараш. Бәріне мына уже Ақмешітке келіп қойған кезде Керей Жанбекпен атмен береді ғой. Айту геозонаның ішіндеміз міне. Жүре берейік Ақмешіт жаққа қарай. Ой, Ақмешіт жаққа қарай, Сығанаққа қарай. Міне заказ түсіп жатыр. 100 коэффициентпен мәңгілік ел 29. Қабылдаймыз. Жүреміз. Маршрутымыз қалай енді? Орынбор жаққа бару керек, Орынбор жаққа. Мынау да қазір атмен беретін шығар, енді алыс жақ. Көреміз, не болса көтетін шығар. Кеттік. Достар, 11 минут жүріп келдім. Тапсырысты бітіремін. 950 теңге шықты, 950 теңге Яндекс төлеп Для улучшения береді. качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении Да. Яндекс.Такси. 2-6 километр тұр, менің точкам үйіме дейін 28 минутымыз бар. Бұл слетать етпейді. Онда 2 баласымен әйелді әкелдім. Жол бойы шыңғырып басым алып кетті ғой. Енді мен зона 2420, менде 2400 ғой деймін, не жақта, мега жақта. Осыған үлгеретін шығармыз бір. Болмаса тағы да дамойым бар, мен екіншісін қолдануға болады. Достар, міне меганы өтіп барам, Қабанбай Батырамен. Міне зонаға кірдім бе екен, екінші аккаунтпен қарап алуға болады. Зонаға толығымен кірдім. Енді линияға шығуға болады. Заказы недоступны дейді ғой. Давайте доступ к геолокации в фоновом режиме дейді. Настройка. Так, енді линияға шығамыз. Ұлдалаға солға бұрамыз қазір. Қабанбаймен келе жатырмыз, өйткені міне зона бізде ыңғайсыз екен бәрін түсіріп жүргізген. Ұлдала Туранға дейін міне зона. Туранға дейін баруға болады. Тураннан разворот жасап бір жерге тұрамыз енді. Мүмкін қазір жолда түсіп қалар заказ. 19 минутымыз бар, осы опция путь домой деген. Ол бітсе де екіншісі бар, бірақ енді геозонамызда бітейін деп қалды. 8:20-ға дейін 2 заказ орындадым. Енді 4 заказ үлгеретін шығамын деп отырмын енді. Біреуін осылай қабылдап, 4-шісін кіріп, общий шыға саламыз линияға. Конечный точкасын көрсек те көрмесек те. Сөйтіп активность түсірмеңіздер ағайын. Активность осындайда ең керек. Алдын ала активностьті жинап алыңыздар, осындай геозонадан көбірек ақша табамын десеңіздер. Көреміз не болатын. Достар, міне 3 минут ішінде заказ түспесе, функцияны өшіреміз. И тәуекел деп заказды көрмей, точка Б-ны көрмей қабылдаймыз да, соң тағы бір лайфхакымды көрсетемін. Жолда келе жатып, мысалы мен мынадан да көре аламын. Егер де сізде мынандай екінші аккаунт болмаса, зонаның ішінде цепочкамен 4-ші заказымды қабылдаймыз. Сондай бір әрекет қыламыз. Не болмаса, мынадан лайфхак көрсетіп кетемін сіздерде, егер осындай аккаунт болмаса, осының ішінде қалай геозонаның ішіне кетіп бара жатсыз ба, шығып кеттіңіз ба, зонадан или зонаның ішіне кетіп жатсыз ба, қалай көруге болатынын осы лайфхакты көрсететін боламын. Заказ түспей жатыр, 49 кетті, 19:49 болды сағат. Терезелерді жауып тастайын. Так, енді не істейміз? Енді біз домойды завершать етейік те, любой направлениеде заказ қабылдаймыз. Завершить, окей. Линияға шығамыз. Біз зонадамыз. Зонаны көрсетпей отыр, қуып отыр. Қазір қайтадан кіріп қарасақ, шығу керек. Зонаны көрсетпей отыр маған. Бірақ мен зонадамын. Зонаның ішіндемін. Менде мұнда 2000 теңге екен. Мына аккаунтта 2420 теңге, мұнда 2000 теңге. Көрдіңіз бе? Әркімде әрқалай. Уақыттарды бөлек болады кейбір кезде. Енді тәуекел деп осында 2000 теңгеден заказ қабылдайық. Любой направлениеде. Сосын кетіп бара жатып, цепочкамен тағы да зонада қабылдайтын боламыз заказды. Көрсетемін достар, аяғына дейін көріңіздер. Осыдан кейін 1-2 заказ істеп, доставкаға көшемін ғой деймін қайтадан. Доставкада енді 20 заказға толтыра алмаймыз. Енді доставкадан 4 заказ істесем, 16-3000 теңге бонусын аламын. Тағы да 4 заказға примерно 4000 теңге табамын. Сонымен бір заказ Туран 60-тан түсіп отыр міне. Подачасы керемет, жақсы. Принять. Қайда барамыз? На месте. Баратын жеріміз Талапкерская улица дейді. Пассажир написал, уже выхожу. Баратын қадалдық мына заказбен. Көрдіңіздер ме достар? Точка Б көрмесен. 11 километр дейді. 11 километр. 39 минут жүріп барамыз. Заказ отменен. Осылай міне. 82 болып қалдық. Көтереміз енді қайтеміз. 2200 мына жақ екен ғой, мынау екен ғой 2200. Енді осыдан кейін заказды көп іздейтін болады Яндекс. Яндекс де, осылай де. Вам пришел проводник в аэропорт. Проводникпен заказ бірге түсіп отыр ғой. Ол да 31 дейді. На месте. Қабанбай Батыр 26. Осыған барамыз енді,
Қабанбай Батырға 26 қарап отырсам, бұл не Макдональдс, Сарайшық пен Қабанбайдың бұрышында. Сол жер зона жанып тұр бізде, достар. Міне қарап отырсаңыздар, міне полностью зона жанып тұр Қабанбай Батырға дейін. Біз Орынбордан асқан соң Қабанбай Батырмен кетіп бара жатып, линияға шыға береміз, цепочкамен қабылдаймыз. Ассалаумағалейкум. Макдональдс, да? Да. Ал енді достар, соңғы минуталарда 7 минут, 6 минут қалған кезде геозонаға заказ қабылдадық цепочкамен. Енді осы заказымыз 2200 теңге болады. Жаңағы әкелген заказымыз осында 2000 теңге болды. Көрдіңіздер ме, жаңағы не заказ апарсам, не жаққа қарай? Қай жаққа? Талапкерскаяға. Қанша уақыт кетшеді қарап мен жүріп сол бағаға апарушы едім. Азато қазір үстінен тағы да 2000 теңге көтеріп алдым мен. Енді баратын жерді білмейміз. Енді осылай активностьсіз достар, мен 4 заказ істедім. Точка Б көрмей, геозонада 4 заказ істедім. Ол өте жақсы результат деп ойлаймын. Ал егер де мен самолеттің кетпейтін болса, самолетпен заказдар таңдайтын болсам, просто процент маған енді режим пылесос дейді ғой, барлық заказдарды қабылдай беру керек та, ана процент принятия заказаны көтеру керек. Ол бізге көрінбейді ол, бірақ алгоритмдарда Яндекста жазылған, соны көтеру керек. Енді біраз заказдарды орындап, сонда мен режим самолетті қайтадан қалпына келтірген соң, осылай самолетті қолданып, қысқа заказдарды ғана орындап, табысты көтеруге болады. Сол енді мына жаққа бару керек, енді пробкада тұрмыз. Жіберетін шығар достар. Жиги. Өткізіп жерімдеші. Ал мынау. Ох, ана өткізбей қойды. Қызғанып. Кеттік, қайда баратынымызды көрейік. Өшірмей қойын камераны. На месте. Барамыз. Калибека Қуанышбаева дейді. Оға жері, оны білмеймін ғой мен. Қараңдаршы, сары Б қатып, әдемі болып. Так. 5-7 километр, нормально, достар, нормально. Ана екі адам келе жатыр. Ана екі адам. Мен 9 минут жолда келдім, геозонымыз бітті. 8:25. Мына телефоным бізге қажеті жоқ. Оны алып тастауға болады. Сонымен заказды, тапсырысты аяқтаймыз. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. 2200 теңге, 1400 теңге Яндекс төлеп береді. Поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. 1430 теңге Яндекс төлеп береді. Осы поездкамыз 770 теңге болды. 2200. Ал енді общий 4 тапсырыс үлгердім геозонада істегенге. Енді нәтижелерін көрейік. Міне 10 000 теңге, мен бағана айтып едім ғой, 10 000 теңге табам деп общий. Міне 7 тапсырысқа 10 000 теңге шықты. Активностьті енді көтеру керек, 16 заказ в режиме пылесос. Қалай мен оны көтерем? Мен оны безналичный расчетпен, бір парк бар, мысалы мына такси, мына Стар деген парк бар, сол Стар паркқа өтемін. Онда менде только безналмен түседі заказдар. Ондай ұзақ заказдар аз болады, клиенттер бір адекватный. Сонымен мен енді осыны көтеретін боламын. Қашан екенін білмеймін, мен қазір доставкаға шығайын деп жатырмын. Так, міне қарап отырсаңыздар, соңғы 4 заказ міне 1800 теңге Керей Жәнібека, 1900 теңге, 2000, 2200 теңге. На повышение кетті да бәрі. Мына азанда геозона бар, мынау геозонада коэффициент аз кетті да, коэффициентпен келген заказ болатын. 1800 мен ұстадым геозонадан. Мынау азанда нечайно қабылданып қалған заказ. Азанда дұрыс істей алмадым. Сразу айта кетейін. А так азанда да осылай көтеруге болар еді. Сонда 10 000 теңгеден жаңағы 3800 теңгемізді аламыз. 3500 оннан 6500 теңге таптым, достар. 2 сағатта 6:20-дан бастап. Общий 150 километр, мен тоқтаған кезде 114 километр болатын, сонда 36 километр жүріп 6,5 мың теңге таптым. Осындай міне достар. Ал енді міне цельдарды қарайық. Міне 4 заказ, жаңа 40 болған, қазір міне 25 мың теңге таяп қалдық. Енді тура 44 заказ қалды. Жоқ 44 емес, 54 заказ қалды. Болды, енді паркымызды ауыстырамыз, доставкаға көшейік. 10 мың теңгеміз таксида бар. Колеса доставка қайда? Выбрать этот парк. Енді бұнда бізде қанша 15 мың теңге тапқан болатын, не? Қазір 25 мың болып тұр. Енді тағы да бір 4 сағат жұмыс істейміз. В общем, неше сағат жұмыс мен линияда, машина. Так, қарайық. В общем, 10 сағатта жүрмін. Енді бір 3 сағат, 11 сағатта, енді тағы да бір 3 сағат жүрсек, сонымен 14 сағаттық. Ол машина просто заводтап тұрған уақыты ғой. Так, мен мұнда бағана бастаған кезде көрген болдық, линияға шыға салайық. 13282 теңге, мұнда 1800 теңге бонусым бар. И как раз мынау активностьта көтеріледі, бір 4-6 заказ ба сондай орындасақ. Міне 1400 теңге тағы дополнительный бонус алу үшін 3200 теңге болды екен, 16 вручениямыз. Мынау да қосыла береді ары қарай. Линияға шықтық, кеттік. Түсті. Коэффициент плюс 200 бен түсіп жатыр заказ. Так. Арада жол бар ма екен? Көрейік енді, барып араға бұрыл дейді ғой. Ана үйлерге дейді, ана үйлерге. Достар, сонымен аяқтадым жұмысымды. Сағат 22:20. 12 сағат 42 минут жұмыс істедім. Енді қанша таптым мен жеткізу тарифында? Бүгін неше тапсырыс орындадым? Бүгін мен, достар, 16 тапсырыс орындадым. 18.074 теңге таптым. Бұл енді бонусын есептейік. Бұның бонусы. Алатын бонусым. Міне, қарап отырсаңыздар. Ертең маған 3200 теңге түседі. Сонда
18 мың 21.274 теңге таптым. Жеткізу тарифында жаңағы 10.301 теңгем таксида бар. Соны қосқанда, калькуляторға жаңа салғам, 31.575 теңге. Осыдан 7.500 негізі бензин аламыз. Таза 24.075 теңге. Бірақ, достар, бензинім бар менде. Көп бензин кетпеді. Соңғы азанда 2,5 мыңға қойдым таксидан кейін. И түстен кейін сағат 6:30-дарда 6:20-да 5 мыңға қойдым. Сонда негізі бастаған кезде бензин жанып тұрған еді. Сонымен бензинім бар әлі, негізі мұнда бір 3 мың теңгедей, бір 27 мың, 30 мың теңге таза дей салайықшы, бензин бәрін есептемей-ақ, 30 мың теңге қалтада, талтанда дейсің ғой. Шақырым, достар, қанша шақырым жүрдім таксимен бірге? 20 градус ауада, 179 шақырым жүрдім. Өздеріңіздің пікірлеріңізді, достар, желание загадывать етеміз, 22 сағат. Так, пікір қалдырып кетіңіздер, сіздер 30 мың теңге табу үшін қанша шақырым жүресіздер эконом тарифында, тек қана азаннан кешке дейін 12 сағатта. Достар, міне осылай жұмысымды атқардым, 30 мың теңге таза таптым, 5 мың теңге бензин дейік, 25 мың теңге қалтамда бар. Осындай 179 шақырым жүрдім, машинамды қинамадым. Мен негізі есімде бар еді, 253 шақырым жүретұғым экономда азаннан кешке дейін 30 мың теңге табу үшін. Енді кейбір кезде кефтер, ауа райы, коэффициенттер жана бастаса, сол бір 200 төңірегінде жүрем. Осы сияқты 30 мың теңге табатын. Енді осындай жағдай, осы жерде бір әдемі бейнероликтер болады, өтіп қарасаңыздар болады. Барлықтарыңызға рахмет. Осылай келесі кездескенше сау болыңыздар.